14 наурыз көрісу күні. Еліміздің кей аймақтарында бұл мерекені амал мейрам деп те атайды. Бұған дейін бұл күн Маңғыстау, оңтүстік өңірлерде сән салтанатымен аталып келсе, соңғы жылдары жалпы халықтық сипат ала бастады. Наурыз мейрамның басы көрісу күнін Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы мен Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театры ұжымы бірлесіп атап өтті. Мерекелік бағдарламада дастархан жайылып, ән айтылып, мерекенің шығу тарихы баяндалды. Көрісі күннің басты салты бұл төс қағыстырып бір-біріне деген өкперенішті ұмытып, жақсы тілектер айту. Мерекеге бар сән салтанатымен дайындалған кітапхана ұжымы көрісуге келген театр әртістерін құшақ жая қарсы алып, әннен шашу шашып төрге шығарды. Көрісі күнін қазақ халқы амал мейрамы деп те атайды. Бұл күні көрші қолан бір-бірімен көріседі. Бұл бір жағынан сыйластықты білдірсе, екіншіден мейірім мен жақындықты нышаны. Жалпы қазақтар, ежелгі қазақтар ертерек тұрып, ауылдың үлкен ақсақалдарына барып сәлем берген екен, хал жағдайларын сұраған екен, өзара бір-біріне тілекші болып, тілек тілеп, жаңа жасың құтты болсын, келе жатқан әз наурызға қарсы осы бір үлкен мерекеміз бәрімізге хайырлы, бәрімізге құтты болсын деп айтады екен. Соның бүгін біз де соның бір бұтағын деп айтсақ, қолымызға ұстап, біздің осы кітапханада осындай бір шара ұйымдастырып жатырмыз. Айтып кеттім, жоғарыда келетін қонақтарымыз Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театры. Дастарханның басына мерекеге жиналған халайық алуан түрлі астан дәм татысты. Басы қосылған ағайын бір-бірімен әңгіме дүкен құрып, ән мен күйден шашу шашты. Өткенге үнілсек, бұл мерекенің тарихы тереңде жатыр. Бағзы заманнан ата-бабаларымыз тойлап келген мейрам ұмыт болмай бізге жетті. Сондықтан оның маңызы орасан дейді жасы үлкен ағаларымыз. Бұның барлығы жалпы мән мағынасы бір жыл көріспеген адамдар бір-бірімен қыстан аман есен шыққан үшін жол ашылады, күн жылыйды, бір-біріне ағайындар бір жыл көріспеген ағайындар бір-бірімен көрісіп, аман есенсің ба, бір жылдан екінші жылға аман есен жеттік, бір жасың құтты болсын деп, осындай амалдар жасап, дастарханның басында жиылып, жақсы тілектерін айтып, шүкіршілік білдіріп отыратын сондай бір жақсы мереке. Қос ұжым тарихы тереңде жатқан Наурыз мейрамын кең көлемде атап өтпек. Наурыздың 22-сіне дейін кітапханада Ғабит Мүсіреповтің 120 жылдығына орай көркем сөздің зергері атты кітап көрмесі. Кішкентай оқырмандар үшін түрлі танымдық сайыстар ұйымдастырылса, қазақ театры Қамбақ шал ертегісін сахналамақ. Мұнымен қоса Қара шаңырақ балалар үйіне барып, қайырымдылық науқанын өткізіп, Аққайын ауданы Дайындық ауылына гастрольдік сапарға шығуды жоспарлап отыр. Майгүл Сейілбек, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар реті осындай. Мен өздеріңізбен қорытынды жаңалықтарда қайта жүздесемін.